мұхтар әуезов қалифа атындағы жоғары маңғыстау политехникалық колледждің бағдарлама қамтамасыз ету мамандығының 3-ші курс студенттері мен Али, Ерлан, Наурызбек. Бүгінгі жобамыздың тақырыбы біздің жобамыздың аты Едомай. Ол білім беру және оқыту мақсатын дамытуға, сапасын дамытуға арналған жасанды интеллектпен жұмыс жасайтын платформа. Біздің жобамыздың негізгі мақсаты елбасымыз айтқандай Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев елімізді цифрландыруға 3 жыл уақыт берді. Соған орай біз өзіміздің жобамызды ұсынамыз. Біздің жобамыз жасанды интеллектті қолдана отыра оқыту саласын цифрландыру. Ал негізгі серіктестеріміз жоспарлап отырған білім министрлігі, мектептер, университеттер, EdTech платформалары және IT әзірлеушілер. Ал негізгі қызмет түрлерін айта кететін болса, олар жасанды интеллектті әзірлеу және орнату, мектептерде оны сынақтан өткізу және техникалық қолдау. Ал қолда бар негізгі ресурстарымыз олар әзірлеушілік тобы, оқыту материалдары және жасанды интеллект моделі мен серверлер мен интерфейс. Ал қонды ұсыныстарға келетін болсақ, мұғалімдердің уақытын үнемдеуге көмектеседі, сабақ дайындауға және сабақты тапсырмаларды тексеруге автоматтандырады және де оқыту сапасын арттырады. Клиенттермен қарым-қатынас, чат-боттар арқылы қолдау, жасанды интеллектті қолдануды үйрету және де мұғалімдері қажеттілігін бейімдету, өткізу арналары, онлайн платформалар, мобильді қосымшалар және мектептермен серіктестік. Біздің көзделген тұтынушыларымыз ол мектептер, колледждер, университеттер, онлайн курстар және репетиторлар. Біздің шығындар құрылымыз ол жасанды интеллектті әзірлеу, оқыту, оған база данных жинау, оны маркетинг жасау және лицензиялау. Біздің кіріс алымдарымыз ол мектептер мен мұғалімдерге арналған жазылым, мемлекеттік мекемелерге арналған лицензиялар және премиум функциялар.